Жарбек байке, жаңа тойыңыздар құтты болсын, азамат. Қырғыздарды айтып қойды емес пе, атадан 3 ұл туылады. Біреу тең ұл, біреу кем ұл, біреу атадан артық ұл деп. Ана қазақтың бір барыңыздар да білесіздер, Абай Құнанбаев деген чоң жазушы ақыны болған. Ошол киши келеді екен атасына. Ата Құнанбайға келіп айтып отады Абай. Ата, сізде менден жақсы шықты деп отады, атадан артық ол деп отады десе. Ушу тура десе айтады дейді Құнанбай атасы. Балам, мендей өзіңе тең бала тәрбие болсаң, ошонда маған тең елесіңдер. Балаңар саған сіздерге тең болсын, сіздерден артық болсын. Үй өмірден ынтымақ болсын, жақсылық болсын, тойыңар той боласын. Рахмат. Тілегіңіздер қабыл болсын туғандар еме. Дайыма тойлы болғыла, Жарбек атаның үйінде жақсылыққа келіп тұрғыла, жақсылыққа беріп тұрғыла дейді, қол чабалармен қолдайды. Дайыма төргөр болғыла. Қол чабалармен қолдап қойсақ жарашат, алтынағы шешектерді көтеріп қоялы, Жантайдың ата жұрты туғандар келіп құттықтады. Ағай болып таратып бере баштады. Тамағыңыздар аш болсын, Жантайыңыздың өмірі ұзын болсын, май көтен болсын. Анда ұжудан пайдаланып құттықтап орнай тұрған Жантайды жетелеп келіп тойын ашып берген еліміздің ерке қызы Айтылы ұрчы Нұргүл Раймалиева қол чалғанын қолдап Құтманды күніңіздер менен жалпыңызға берілген жақшынақай нәрістелік тойыңыз құт болсын. Жантайдың басқан қадамы байсалды болсын, ұмай несі болдысын деп, анда месе кейкі дағы бір жағымды шығарма. Жалпыңызды бағып өстірген бізден ата-енелері самал болсын деп,
Енекем деген шығарманы қабыл қылыңыздар. Тойыңыздар құтты болсын. Біздің ата-бабаларымыз әрдайым бар болсын. Bir жігіт шақырайын, әні сақалдылар. Hazır, Azat. Ayağından gelген klastaşlar var mı? Kol götürüp koyulaçı. Ayıldan. Ayıldan gelgen klastaşlar kol götürüyoruz, жігіттер. Ап бара кел, бара кепканы кийген, birinci götürgen inim gele koy. Лицейлер var mı? Çok yaktan. Diğer çaptan bir kişi gerek oldu. Halk para geldi, geliriz. Şoları, tala jerigenge, ulu güçü tenger, kollar kaşıkta, oğuzlar tamakta, oyunlar bulay buyursa, azat veren iltan erkek oturgan jentek oyunlar, jantayga jayılgan jakşınakay tas torkondogu tamagaşka bölünüp dursun. Menin atım Bakay, sizin atınız? Emil. Adıl. Emil menen Adıl çıktı. Hazır bizden ırçı jigit Jarkınbek gelip Jakşınakay şu iki jigittin kolun taŋat. Eker. Mına Adıl torga düştü de koyayım. Tamaşa. Mehmet mına mal jakın durgula. Ortosынан Barlar көңілдірлар қайтыланышты, мұны чечмей жоқ, мұштымыңарды түйгілі. Анан кішіне де қолдың башын қимылдатып, ақылды іштетсеңер, шығасыңар. Ана шығып көріп өтші. Tutuğun işletmek baş işletmek Hazır ben 10 çeyin sanayım, 10 çeyin tapmasalar öyle uyat bulursunlar. Oylan bulacak şu an. Bu köngdegene jakşı
görmeyler. Balkim oşo işler bilet boş gerek. Bir başta buraya, bana o şeyler başta. Çıkma canım. Oylar samar, iki. Жанагылай болсын да, тура деген баратасыңар, ошо келген жерден жаңы отасыңар да. Тура бес келіп алып отасыңар. Төрт. Атын сен тұра өрген қиылдасың. Молодец, мына бараттар. Хоп, бара келді, бұттан шығар, бері сарыдан шығар. Сарыдан шығ. Ай, молодец. Мына. Беш. Ойланғыла, алты. Емекшіне. Oğlum oy vereyim, oy bunday, oğlum başında imlat bir oylon bulaçıyor, oylon sonra oylon. Şu toy oynatkanda bir oylon gelseler bolo, içe ileride gelmek içine bunday olur. Yedi. Sekiz. Tavuklar mı? Tavulasınlar mı? Ana 8 oldu, oylon çatarak bitmiyor. Çok olmaydı. Özgür çıkasın aranda. Ne var o tuğanlar? Kıyınaydı mı cebine öyle oldu? Ulan başarılan kaldı. 9 yarım. Bol dedi, boldu. Yardım bekleyebilir. Yardım bulanı. Uşu top bana geldi. Buna ben ayıkmadım böyle. İyila. Atı uylasan oşondan pan gelir. Yine yerge görsetip durup kandaymış gerek ekenini bir bayqap koyalım. Бұл ойынды үйреніп алсаңар кейін аябай сіздерге жақсы пайдасы тиеді да. Мына. Батпады міне қолдың басын емулатпа деп. Сіздер бұттың басын емулатып болмасыңар. Жоқ, ошо, ойлаушы керек өкшіне, ойланайындар ошо. Енді тағым бағла, Рита, жігіттерге пресс, құдай бұйырса кейінгі тойда өзіңер ойлап бағла. Еміл менен атылға қол чабыларына пресс. Жантайдың тұшо тойын жақсы теке, жақсы сөзге кезек береді. Азат, келші. Азат өз шоуын жақын тұрады. Рита аяқта oldu екен. Зарынбек ата, сіз еме қара құжықта айында жүрдіңіз. Туғаныңыздар, тайынықтар туғанға кесілер соңғы 10 жылдан баштап. Себебі мен дағы ұшыл қаварда іштеп жүріп үйленіп, 2004 жылы. Анан кейінгі жылы Азат менен Рита чоғу іштеп жүріп үйленіп, бірақ маған қарағанда Азат ертерек келген жұмышқа. Мен Азаттың алдында ені болчумун, бірақ жашым бойынша аға болчумун. Анан кандайдыр бир биздин турмушубузга Кавар агенттигинде иштеп жүргөн учурубуз аябай жагымдуу. Биз дайыма үйлөнгөн күнүбүздү, биринчи балалуу болгон күнүбүздү эстесек, ушу Кавар менен байланыштырабыз. Анан жентек болуп калганда ошо Кавардын жанына терезенин түбүнө туруп алып кичине жүз төшүп кеткен салтыбыз бар. Азат ичпейт Зарынбек ата, мен өзүм айтып атам. Анан ушул жамаат бүгүнкү күндө да Рита деп жатат. Азат болсо эми кой, Каварды өнүктүрдүм, азыр аэропортто өнүктүрөйүн деп кичине шаардын четинде иштеп атат. Андыктан бүгүн Жантайдын тоюн куттуктап келген, жалпыбыз жакшы көргөн, жаштарды тарбиялаган, атын атаса улуу сүйүнөт, чоң жамаат, жетекчибиз, замандашыбыз Булан Абдыменович Кабалдиев баштаган Кавар улуттук маалымат агенттигинин жамаатын Дилшат эже Тынчтык Калыдович, Элмир эже Нурзат Улан Алтынай Марс, Дуан Майке Гүлнур эже Назгүл кол чабуулар менен Тамананын, Ританын, Азаттын кесиптештерине коюлган. Рахмат.
Кабардан өскөн балдардын бардыгы деген ушу Бакайдай болсо анда кабардан дүйнөгө тарамакты. Аз Бакай өзүңдөн артынан дагы чыга тургандарды таппасаң болбой калыптыр. Зарбекова. Азаттар жерде турат, Рита дагы кабардын аты бекерден чыккан жок. Чындыгында Зарбекова дагы, Зарбекованын үй бүлөсүндөгү балдары дагы ошо кабар менен аябай тыгыз байланышта экендигин бүгүн көрүнүп турат да. Бүгүнкү той жанта бери айтылып атат. Курман Жандапка деген көчөнүн башында эки чоң ресторан турса, ошонун бири Тагай бири ресторан экен. Ал жерде Жантай деген биздин эң эле кичинекей бөбөгүбүздүн тушоо тою болот. Аны өткөрүп аткан биздин тамадабыз Бакай болот. Аран эң эле тойдун башында турган Зарылбек агабыз турат да. Ошо мен биринчи куттуктай турган сөзүм Зарылбекова. Тоюңуз кут болсун, ден соолугуңуз бекем болсун. Ушундай чүрбөктөрдүн тоюн мындан кийин дагы үзгүлтүксүз көбүрөөк өткөрүп жүрөңүз. Ага сизге бекем ден соолук берсин. Дагы жеңе экөөңүз дагы Кудай берген неберелердин тойлорун өткөргөнгө жарата болгондой болуп аман эсен болуңуз. Азат, сен кабардан баштагансың, бирок кабардан кетип калып, мен баары кабарга эле жагышып жүрөсүң да дагы эле, себеби Рита бар. Эми муну менен токтоп калбастан мына Жантайдан кийинки дагы той боло тургандай чоң кадамдарды жасагандай тепкич түзүлүп атат. Ошончо силерге дагы бекем ден соолук, ишиңерде ийгилик. Анан бүгүнкү Жантайдын тою баардыгыбызга үлгү боло тургандай, жандын астында болсо дагы эсте кала тургандай той болуп атат. Ошо Жантайдын келечеги кенен болсун. Бакырайган кыргыздын жигиттеринен, ата-энесине, өзгөчө Зарыл байкеге көп кубанычтар тап келе турган балдардан болсун да. Ошону биз тилеп кетебиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат. Мен урматтуу коноктор, негизи Жантай жөнүндө сөз болуп аткансыз. Жантай ким экенин бир аз кыскараак айтып коеюн. Бул Жантай Карабектин баласы. Орусу Сарбаныш 1796 жылы төрөлгөн киши. Бул Карабек каза болгондо 1834 жылы. Таштанбек энеси Жантайды Акбоз бээ союп туруп хан деп көтөрүп жиберген. Ошон үчүн кыргызда Жантай хан деген ошондон калган да. Ал эми Ормон болсо 1842 жылда хан болду. Ошол экөөнүн ортосунда тымызын бир аз баягы тирешүү болгон да. Ушуга карата бир аңыз сөз бар да. Ормон хан жанында Саза деген жигит болгон, өтө баатыр киши болгон, балбан киши болгон. Ошо Сазага айткан экен, сен барып Жантайды чакырып келчи деп. Саза кетип барса, Ормон кайра чакырат дейт. Сен билесиң мени кантип алып келесиң? Кантип алып келем? Азыр сен чакырганда жыланбаш чыкса, жыланбаш айдап кел. Жөө чыкса, аты жок, жөө айдап келесиң. Ошентип Жантайды Саза таап айдап келгенде, Ормон хан төөлөрдүн арасында жүргөн экен. Жантай алдынан чыгып, чакырыпсыз таксыр деп ийилгенде, Ормон унчукпай туруп, чок-чок деп төөлөрдүн арасында кетип калган. Экинчи жолу Жантай кайра келип, чакырыпсыз баатыр дегенде, дагы чок-чок деп туруп кетти. Үчүнчү жолу келгенде Ормон хан айткан экен, кыргызды бир эле хан болот. Сен ошону билип жүр, бар кете бер dedi. Жантай кеткенден кийин Ормон жандагы Сазага жигитке айткан экен, карачы, артыңга айрылып карадыбы деп. Анда Саза айтат дейт, жок, кайрылган жок, караган жок. Анда Ормон айткан экен, атаңга менден тугум чыкпайт экен, чыкса Жантайдан чыгат экен. Жантайдын тукуму чоң болот деген экен. Мына ошол сөз келди. Жантайдын тукумунун өсүүнүн көрүп атасыңар. Жантай бекер киши эмес. Бул жеке өз урушун эмес. Бар жей жатын, бардын камын көргөн киши экен чындыгында тарыхта. Мен ойлойм, ки Жантайды бекер Рита түшүнсө атын туура коюптур. Ылайым эле Азат Риталар. Туура эми Жантай ден соолугу чың болсун, өзүнө тың болсун, жаманданабыз, эл ичинен калыс болсун. Рахмат, Таштык байке. Байке, Эже, Рита, тоюңар кут болсун.
Жантайга кааларыбыз ден соолук, узун өмүр, баарыңарга ден соолук, узун өмүр. Тойгор койгооланып, дагы эле Жантайга окшош улуу кыздардан пайда боло берсин. Силерде зарплата көп болсун. Баарыбызга отурган биякта турган угушкандарга ден соолук, узун өмүр. Рахмат, айтқаныңыздар келсін. Ушу тилекке кошулсак болобу? Каарыныш жокпу? Капа жокпу? Анда кандай кылабыз? Ритага барган уят, атама свет начасы той коюңла. Бир кол чабарына алып коелу. Меймандар, Кыргызстанда болуп аткан бардык жакшы кабарларды, жакшы окуяларды дүйнөгө таанытып аткан Кыргызстандагы өтө орду чоң, эң башкысы Рита эмгектенген, азатты, жана мени, жана көптөгөн адамдарды тарбиялап чыгарган Кабар агенттиги үчүн бир кол чаап коелдагы жакшы сүйлөгөн адамдар тилеги болсун деп бир жакшынакай 50 граммдан ден соолукка жүктөп коелу. Кубан Абдуллаевич, азыр мен кабарды мактасам, Азат кайра бизге иштегиси келип кеткендей болуп атат деп коелу. Келиңиздер, жакшы тилек үчүн ана алып коелу, анда жакшы кабылды, жакшы бик боштой, эрке сары бийчилер ансамблі. Erke sarı biyçiler ansamblі. Ömürlü oğula vaxtlı oğula, mına Jantayдың шот ойынға жақшынақай көптің көйлек киініп, елді көңілін көтеріп кейлетірген қыздар vaxtlı болсын.
Fotosessiyalar sürekli düşüp alады. Sürettör tızlayıp çöçüröktörde ayda жүргөнгө дайыма жакшы. Ага туугандар азыр бир жакшы кабыл тилек кылады. Жогортон Айтылбекти Тулуй Байгим айткандай өзүм дагы көбүн айтып атам. Реклама кылып атабыз, туура түшүндүлөр. Эгер кимде-кимдин атындай койбой калса, ошол атты көтөрөлү деп биз дайыма чуркайлы. Азат. Анан Азат дагы тоюм ушундай болсо, мен дагы бир жакшы жерге барып иштейин деп, эл аралык Манас аэропортуна барып иштеп атат. Демек баары төп келишип атат. Мен бул жерге Азаттын кесиптештери, эл аралык Манас аэропортунан келген чоң жамаатты чакырайын. Ардактуу кесиптештер. Аэропортқа барғанда тейлеген сервис жақсы болсын. Учуп қалсақ билетimiz арзан болсын. Ардактуу кесиптештер, Нурлан мырза жақсы өзіңізден башталсыз. Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар, тойуңуздар кут болсун. Азат, Рита, ушул тойуңуз кут болсун. Жандайга кааларыбыз сени чындын соң. Өзүңөр жандайга эмес, жалпы балдарга кааларыбыз ыймандуу болсун, сабырдуу болсун. Талайы эки дүйнөдө болсун, бактылуу болсун. Ушул бүгүн тойдо жакшы бир майрам болуп атат. Ошоңуз кут болсун. Анан кийин могу Задыбек ата менен апабызга бир ыраазычылык айтып кетет элек. Ушундай Азаттай баланы тарбиялап, чоңойтуп, илим билим берип, биздин жамаатка кош койгонуңуздарга чоң рахмат. Азат жөнүндө айта кетсек, өтө тартиптүү. Орустар айтқандар пунктуальный, ответственный. Бир айткан жумушту эки кылбай даярдай турган ушундай бир адептүү бала. Рахмат сиздерге, ушундай баланы биздин жамаатта кошуп, мынакей азыр бир килейген мөөнөттү башкарып келатат өзү дагы. Анан экинчиден айтарым, Азат майрамы менен, жалпы авиаторлордун майрамы. 4 майда биздин международ Манас эл аралык аэропортунун 40 жылдыгы болуп атат. 4 майда бир чоң майрам аэропортубузда келип, көңүл ачып, оюн зоон көрсөтсеңиздер болот. Биз үчүн бул той. Биз үчүн бул жакшы дагы жөрөлгө, ушундай бир кыргыз мамлекетине жакшы бир возможность кошуп атабыз. Жакшы бир